Қайырлы күн достар, менің есім Маржан Дүйсенәліқызы болады, Санева компаниясының директор дәрежесіндегі серіктесі боладым. Бүгін сіздерге айтқым келген тақырып бұл команданың қандай болғанын қалайсыздар, иә? Портрет команда дейді ғой, суреттемесі. Сол туралы сіздерге қысқаша бір мәлімет бергім келеді. Мен өзім осы компания келген кезде ең бірінші Санева Роза Қожахметқызы осы команданы құрмас бұрын жаңағы блокнотқа жазуымды талап етті. Енді бұл жерде құпиясы, сіз қандай адамдар, MLM бизнестің негізгі артықшылығы басқа бизнестерге қарағанда, бұл жерде бастық деген жоқ, жұмысшы деген жоқ, иә. Бұл жерде командный бизнес болғаннан кейін, бұл жерде сіз кіммен жұмыс жасағыңыз келеді, қандай адаммен жұмыс жасағыңыз келеді, оны өзіңіз таңдайсыз. Сол сияқты ең алдымен команданы құрмас бұрын сіз өзіңіз қандай адамдармен жұмыс жасағыңыз келеді, сол туралы сипаттап өткен жақсы. Бұл өте жаңағы жұмыс жасайтын құралдардың бірі. Енді мен алғашқы кезде команда құрған кезде көбінесе біздердің уақыттарымыз адам тәрбиелеумен кетіп қалатын. Жасақсы келмейтін адамды бизнесмен қылам деп көбіне уақытты біздер ұтылатынбыз. Сол бір күні маған Роза Қожахметқызы алдына отырғызып алып, сенің мынау жасап жүргенің әрине дұрыс, бірақ бұдан да артық команда құрылатын қабілеттің бар. Ол үшін сен өзің қандай адаммен жұмыс жасағың келеді, командада қандай адамда болған қалайсың, сол туралы 10 шақты жаңа мінездеме жазып қой деді. Және соны күнде соны ойла, айт, аффирмация жаса, визуализация қыл, және сол адамдарды командаңда келіп атқан елестет деді. Енді ең бірінші мен әрине жазғаным, бұл жерде біздер көбінесе басында келген кезде көптер енді қателіктер жіберетіннің бірі, енді мен бизнес жасауға келгеннен кейін өзім бірінші келгеннен бастап бірден портреттің келетін адамның бизнес мышлениясы қалыптасқан адам деп жаздым. Өйткені маған сондай команда керек болды. Өйткені көп уақытты біздер айтып отырмын, тәрбиелеуге кетіп қалады деп. Мысалы, бұрын соңды бизнеспен айналыспаған адамдардың, былайша айтқанда, бұл MLM бизнеспен пока таныстырамын дегенше, кәдімгідей біраз уақытымыз біздің сол тәрбиелеумен кетіп қалады, және біз нәтижені аз көретінбіз, иә. Сол нәтижені тез көру үшін мен бірден жаздым. Ең бірінші пункт бұл бизнес мышлениясы қалыптасқан. Демек, бизнестен хабар бар адам болған қаладым командада. Екінші, қаржылай табысы бар адам. Өйткені білесіздер, әрбір бизнесте бұл бизнес енді былайша бір рет өміріңізде 40 мың тіркеліп бизнес бастағанмен де бизнес құралдарға вложение жасай алатын адамдар болу керек. Ол мысалы біздерде ол қандай құралдар? Бізде бизнес форумдар болады. Я бизнеске элементарный мысалы қарапайым блокнот ручкамен бастаймыз. Соның өзі мысалы ақша талап етеді. Вложение бұлардың бәрі сіздің кішігірім бизнеске деген салым болып есептеледі. Және бұл жерде имиджде де өзіңізге біз көбінесе онлайн соцсет арқылы команда құратын болғаннан кейін бізге маңызды макияж, макияжғылар жасаймыз. Киім үлгісі, киіміңіз дұрыс болу керек. Жүрген тұрған жеріңіздің жақсы жерлерге баруыңыз керек, табыс тапқаннан кейін. Сондай сияқты кішігірім бұл бизнесте да өзі салым талап етеді. Сол себептен бизнес командаңызда ақшасы бар адамдар бизнес бастап кеткенше ақшасы болғаны жақсы әрине. Проблемасы аз, үшінші пунктта мысалы проблемасы аз дейміз ғой біздер енді. Көбінесе бірыңғай 24 сағаттың уақытын 10 сағат, 15 сағат осы бизнесқа бөлетіндей уақыты бос адамдар керек бізге. Өйткені бұл бизнеста сіз миллион тапқыңыз келсе, әрине болған кәдімгідей жаңағы мақсатты түрде таңертең келіп, кешке кетіп, сол 6 сағат, 7 сағат уақытыңызды тек қана Санева компаниясына, бизнесіне арнайтын сондай адамдар керек. Демек, уақыты бар адамдар, бизнес жасауға уақыты бар, шешім қабылдаған, мақсаты айқын адамдар керек. Төртінші пункттың бірі, мақсаты айқын деген жаңа айтып отқаным, целі бар өмірде, осы табысқа жетем, өмірімді өзгертем деген айқын мақсаты бар адамдар, осы бизнесқа сондай адамдар келді деп жаздым. Бесіншіден, енді біздер өзіміз мұсылман адам болғаннан кейін иманды дейміз ғой. Иманның ішіне не кіреді? Адалдық, өтірік айтпайтын, сөзінде тұратын, сондай жақсы бойында мейірімділік, махаббат бар адам, имани бай адамдар. Сондай пункттен тұратын портрет дейді ғой, өзіме лайықты сондай команда болса деп оны да жаздым. Алтыншы, бұл жерде мен жазғаным жаңағы социальный сеть
ол да қарап отырсаң байша көп уақыт ұтыласың, егер ол сіздің келген адамыңыз, бизнеске шақырған адамыңыз социальный сеттен жаңа пайдаланып білмесе, онымен жұмыс жасап білмесе, оған да әрине енді білмесе, қабілеттері бар болып тұрып, бірақ оған тек қана сол қабілет жетіспей жатса, әрине оған біз ерінбей үйретуге тырысамыз. Жалпы, бірақ дайын адам дейміз ғой, біздер бизнесқа келе салып, сразу жұмыс жасап кететін адамдар, ол сол портретін жазып дайындасаңыз, міндетті түрде сондай адамдар командаңызға келеді. Соның бірі социальный сет игерген, Инстаграммен жұмыс жасай алатын, Фейсбукпен жұмыс жасай алатын, ТикТокпен жұмыс жасай алатын, ВКмен, Телеграм каналында жұмыс жасай алатын, ақпарат бере алатын, және де WhatsAppпен жұмыс жасай алатын, сондай қабілеті бар адамдар командада болса деп 6-шы пунктте мен енгізген болатынмын. Одан кейін қандай енді тағы көп қой адамның бойында жақсы қасиеттер, сөзінде тұратын, уәдесінде тұратын деп жатырмын. Міндетті түрде бұл бізге өте маңызды, өйткені біздер берген тапсырманы қаншалықты тез орындаса, сол адам тезірек жетістікке жетеді. Сондай берген тапсырмаңды, мысалы 7-ші бірден орындап, тапсырманы тез бұлжытпай орындайтын, және спонсор ретінде сені құрметтейтін сондай адам командада болғанын қаладым. Енді және 8-ші пункттардың қатарында сауатты, білімді, оқуға деген құштарлығы бар, ізденіс дегенді жақсы көретін, сондай бойында қасиеттер бар адамдарда командада болса деп мен суреттемесін жазған болатынмын. Және айқын, мысалы, қанша уақытта келген кезде, мысалы, тапсырма бересің ғой, берген тапсырма маркетинг план жаттау, уже өнімдерді жатта, ОПП тапсыр деген кезде уже келген адамыңыз сіздің қай уақытта келгені уже анықталады. Сол сияқты бұлжытпай сенің әрбір тапсырмаңды уақытылы тапсырып отыратын және нәтиже шығаратын сондай серіктестер болса деген командамда 9-шы пункттың бірі қылып кіргізген болатынмын. Енді 10-шы пунктке келетін болсақ, әрине бұл біздің негізгі несі, жаңағы Роза Қожахметқызының бір ғана ауыз сөзі, мен бизнес бастаған кезде айтатында, адамда причина деген нәрсе көп қой, кедергі деген көп болады. Бірақ енді сен бизнес бастап миллион тапқан келді ма, сенде ешқашан причина деген нәрсе болмау керек дейді, преграда, кедергі болмау керек. Мысалы, тек қана жаңағы бір кезде ғана ол рұқсат етіледі, егер жақының бір қайтыс болып, немесе өзің қайтыс болып жатсаң ғана бұл себеп сылтауға жатады дейді, ал басқа уақытта сен бизнесті всегда бірінші орынға қоюың керек дейді. Міне осы қағиданы мен осы 4 жылдан бері ұстанып келемін. Қандай компанияның іс-шарасы болсын, қандай бизнеста жаңағы менен талап ететін іс-әрекеттер болсын, мен үнемі осы бизнесті бірінші орынға қоюға тырысамын. Себебі білесіздер, егер табысыңыз болса, сіз отбасыңызға көмектесе аласыз, қаржылай, егер сіздің табысыңыз болса, бір жағдай болса, отбасыңызда сіз соған, мысалы, балаңыз ауырды, Құдай сақтасын, бірақ сондай бір жағдайлар болса, міндетті түрде сіз шығынға жүктелесіз, міндетті түрде ақша керек болады. Сол үшін ешқашан бизнесті екінші жоспарға қоймаңдар дейді. Өйткені сіздің барлық мұқтаждығыңызды бизнес орын толтырып береді дейді. Сол себептен мен үнемі бизнесті бірінші орынға қоямын. Сол үшін маған да командама сондай белсенді, жаңағы зерек, ақылды, таныстары көп, коммуникабельный дейді ғой, сондай араласып тұрған, сондай әділ, имани командамда қыздар келсе, серіктестер көп болса деп, мен соны жазып, 30 күн бойы аффирмация жасадым. Мінекей, Құдайға шүкір, қазір бірінші линиямда 10 лидер бар. 10 лидердің барлығының қасиетін қарап отырсам, бойындағы мінездемелеріне тура сол менің жазған портретімдегідей серіктестер. Қазір қарап отырсам, сол қыздардың бірі 2 миллион, айына миллион, 500 мың, 300 мың теңге тұрақты түрде тауып, осы компанияға деген махаббаттан артып, күн сайын бизнесті бірінші орынға қойып, белсенді жұмыс жасатқан серіктестерім өте көп. Осы берілген ақпараттарды бұл сіздерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Міндетті түрде бұны жазу керек, бұның құпиясы сода, және бұны күнде ойлап айтып, көз алдыңызға сондай команда болғаныңыз елестету. Көбірек елестеткен сайын бұл құпия тезірек орындалады. Демек, бұл біздің бір құралымыз, бизнестегі пайдаланатын. Жазу, ойлау, оны ойлағаннан кейін елестету.